Ассалаумағалейкум көрермендер. Бүгінгі шығарылымда Шафқат Рахмоновқа қатысты жаңалықтар айтамыз. Шафқаттың чемпиондық жекпе-жегі жыр болып кетті өткен жылдың желтоқсан айына. Шафқат Рахмонов пен Белал Мухаммадтың жекпе-жегі белгіленген болатын. Сол жолы қана палестиналық Американың атынан шығатын. Белал тобық жарақатын алдым деп жекпе-жектен бас тартқан. Белал қазіргі күнде чемпион. Оны ұлы британиялық экс-чемпион Леон Эдвардсқа қарсы жекпе-жекте жеңіп алған болатын. Ол сол жекпе-жектен кейінгі сұхбаттарында: "Мен чемпиондық белбеулерімді кіммен болсын шығып қорғаймын және жоғарғы салмаққа көтеріліп барлық белбеулерді жинап тарих жасаймын" дегенге келтірген болатын. Сол кездегі сөздерін орындай алмай жатқанын көріп жатырмыз. Ол қазіргі күнде Хабибтің командасымен тығыз қарым-қатынаста, әр жекпе-жегіне солармен тайындалып, ақылдарымен бөлісіп, білмеген жерлерін солардан үйреніп жүр. Белал жақындағы бір сұхбатында: "Мен салмақ ауыстырамын, белбеуді босатып кетемін, ол белбеуді Ислам Махачев алары анық, мен олармен доспын, бауырлармен ешқашан жекпе-жекке шықпаймын" деген болатын. Бұл промоушнда сонда кәдімгідей Хабибтің астында төселгі болатын режим жұмыс жасап тұрма? Иә достар, біздің баланы ешқашан чемпиондыққа жақындатқысы келмей тұрғаны анық. Оның бір ықпалы көз бояушылығы мынау достар. Сол желтоқсан айында болатын жекпе-жек қарсаңында Белал болмайтын жарақат алдым деп біздің балаға жеңілмеген дивизионның болашақ жұлдыздарының бірі Герри Мачадоны қарсылас етіп тағайындайды. Олардың жоспарында жеңілмеген екі жауынгер жайдан-жай тоғыстыра салды және өз мақсаттарын тағы 6 айға ұзартып алды. Иә достар, бұл системаның барлығы бір адамға жасалып жатыр. Абдулманап Нурмагомедовтың шәкірттері қазіргі күнде жарап тұр. Сөзі UFC-ға дейін жүріп тұрғасын, не керек басқа? Достар, Қазақстанға келгенде астына төселгі болып, асты үстіне түсіп құрметтеп тапқан пайдамыз осы ма? Сонда бетке түкіріп кеткендей қылды мұсылманға өз пайдасы үшін осылай жасаушы ма еді? Ойландырады. Қанша мыңдық жанкүйердің ықыласына бөленген спортшының біздің балаға келгенде көңілі айнуын. Оны айта берсек бірталай дүниелер бетке шығады. Жай жетер. Ендігі жоспарларға келсек. Алдағы уақытта Махачев дивизион ауыстырып жатса, онда біз Рахмонов пен Махачев арасындағы жекпе-жекті көріп қалуымыз әбден мүмкін. Тағы бір қазақ UFC-ді толықтыруға жақын. Хан мен тер лақабатымен танымал жауынгер Әліби Ыдырыс UFC контентер сериясына қатысады. Ол осыған дейін Найза лигасында өнер көрсетіп, жеңіл салмақтың чемпионы. Оның рекорды 10 кездесу, 10 жеңіс, 1-1 жеңіліс жоқ. Ол ақтөбелік еркін күш залында жаттыған. Ол жауынгер барлық жақтама дамыған, стойкада тұрып төбелесуі бір төбе. Найза лигасындағы жекпе-жектерін қарасаң, барлық жекпе-жегі кіршіксіз, таза, әдемі. Партерде дамыған. Лоу-кик соққылары дәл мөлшерге тисе қалың ұйқыға жіберер күш иесі. UFC контендер сериясындағы қарсыластары Өзбекстан, Қырғызстан секілді тмд спортшылары да бар. 8 жекпе-жек өткізеді. Ыдырыстың рекорды басқа жауынгерлерге қарағанда жақсырақ. Деңгейі де бір шама. Достар, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Арнаны қолдап, лайк басып тіркеліп отырайық. Ол бізге мотивация берері анық. Қазақ батырларының алар асулары молынан болсын.